көңілін таба алуда. Сол қызбен сөйлесу мәдениетін білгенде. Еркегі мықты болмаса, ол үйдің әйелі есіреді, құтырады ғой, бармай қойып жатсыңдар ма соған? Бәрібір барасың. Тығылып болса да, әйтеуір бүйт болса да, бәрібір барады жігіттер. Бәрібір қызбен сөйлеседі. Намазхан болса да, болмаса да, діндар болса да, болмаса да, мәдениетсіз қыздар бар қоғамда. Біз жігітті жалпы адамның болмысын, адамды зерттегеннен кейін қыздың мәселесін шешу арқылы параллельно көп өзінің мәселесін шешіп алады жігіттер. Өйткені неге қыздар Европаның жігіттеріне қызығады, неге түріктерге қызығып жатады, итальянецтерге қызығып жатады, соларға тұрмысқа шығыңдар, орыстың жігітіне шығыңдар деген сияқты әңгімелер айтылып жатады. Неге? Ассалаумағалейкум жігіттер, кезекті видеомыз. Бұл нақты бір сұраққа қатысты. Қыздар мәдениетті жігітті таңдайды ма деген бір ашық сұрақ болды. Негізі бір үлкен сұрақ жігіттер. Көбісі ойлайды ғой, енді мәдениетті деген нәрседе сыпайы болып тұру, бір сызылып тұру, сіз деп сөйлеу деген сияқты қылып түсінеді да, осы деңгейде ғана түсінеді көбісі мәдениетті болу деген нәрсе. Бірақ мәдениетті болу деген нәрсе өте үлкен, ең үлкен актуалды тақырып. Мәдениет деген жалпы үлкен тақырып та, ол тек қана сол қолмен вилка ұстап, оң қолмен пышақ кесу деген нәрсе емес ол мәдениет деген. Немесе ол тек қана бір дәретхананың тазалығымен ғана шектелмейді. Мәдениет деген үлкен өмір, үлкен тақырып. Сол үшін мәдениетті бола алу деген нәрсе ол өмірде ұтты деген сөз. Мәдениетсіз болу деген нәрсе ол өмірде қасиетсіз болу, қадірсіз болу, кері бата алу, өзін ұстай алмау деген нәрсе. Сол үшін қыздар мәдениетті жігітті таңдайды ма деген сұрақты бүгін қозғайтын боламыз. Оның алдында жігіттер мынандай нәрсені айтып кетсем, жалпы сендердің ойларың қызық та маған. Осы қоғамда мынандай түсініктер қалыптасып қалған бізде. Қызға қарама деген түсінік бар, шариғаттың шеңберімен айтады. Анаған жолама, анау харам, мынау харам, бүйтпе, сөйтпе, ерте жат, ерте тұр, артық тамақ жеме, ұйықтама, бүйтпе деген сияқты тыйымдар көп. Харам деген нәрсе мен мысалы айтады, кесіп айтатын нәрселер көп та. Бірақ мысалға қызға қарама, қызбен сөйлеспе, қызбен жүрме, ол харам, бодиға барма, бүйтпе, сөйтпе дегеннен тоқтап қалып отыр ма осы мәселе? Мысалға бармай қойып жатсыңдар ма соған? Бәрібір барасың. Тығылып болса да, әйтеуір бүйт болса да, бәрібір барады жігіттер. Бәрібір қызбен сөйлеседі. Намазхан болса да, болмаса да, діндар болса да, болмаса да, дұрыс екенін білсе де, дұрыс емес екенін білсе, бәрібір осы нәрсе болып жатыр қоғамда, иә? Мен оны сөкпеймін, ол адамдар. Мен де содан өткенмін, сендер қызға бардыңдар, ой, ал харам, сендер Аллаға қарсы шығып жатсыңдар, күнә жасап жатсыңдар деп мен ешкімді сөге алмаймын, өйткені өзім де содан өткенмін. Бірақ қызға барудың, қызбен сөйлесудің несі бар? Мәдениеті болмаса, бұл нәрсе тек қана харам барма дегенмен тоқтап отқан жоқ ешкім. Яғни бұған бір басқа подход керек сияқты. Екінші мәселе ерте жат дейді мысалға. Ерте жату деген ол биологиялық процесс қой. Ұйқың келу керексің. Сен ерте жату үшін сен шаршау керексің, ұйқың келу керек та, ұйықтап қалу керексің. Бірақ сен өзің ерте жату керек екен деп жатсаң, ұйықтай алмайсың ғой. Яғни сен биологиялық процессті өзің қалап шақыра алмайсың да ол нәрсені. Ол өзі келу керек. Тура сол сәтте қарның ашпаса сен қинап өзіңді 3 рет тамақ ішу керек деп іше бермейсің. Қарның ашқан кезде сен өзіңе ішкің келеді тамақты ше мысалға. Демек бізде осындай бір түсініктер қалыптасып қалған. Анау болмайды, мынау болмайды, ерте жат, ерте тұр, тамақты уақытылы жат, дисциплина жаса, тұрақты істе деген сияқты. Бұл нәрсемен адам өзін қинаумен болмайтын сияқты да, менің түсінігімде. Бұл нәрсеге подход басқаша болу керек сияқты. Бұған түсінікті қарым-қатынасты өзгерту керек сияқты. Яғни қызға бармай емес, қызға бар, бірақ мәдениетті, оның жөнін біл. Тамақты іш, бірақ уақытылы күніне 3 рет емес, қарның ашқан кезде және қандай тамақты іш, қалай іш, осының мәдениеті бар. Адаммен сөйлесудің мәдениеті бар. Жазудың бәрінің мәдениеті бар. Осы мәдениеттерді дұрыс қалыптастырудың бір түсінігі жоқ сияқты бізде. Содан кейін де бізде әр нәрсеге бір басымызды шаламыз. Яғни бір нәрсеге кірсек қатты кетіп қаламыз, қызбен сөйлессек бүйтіп келеміз, немесе сөйлеспе десе мүлдем қызбен сөйлеспей жүріп аламыз, жоламай қоямыз деген сияқты да. Енді біздің тақырып көбінде қыздар жігіттер болғаннан кейін қыздың мәселесі әрине осы көп көтеріледі. Өйткені бізге сол үшін келеді, соны тыңдау үшін келеді жігіттер. Бірақ біз тек қана қыздың мәселесімен шектелмейміз. Біз жігітті жалпы адамның болмысын, адамды зерттегеннен кейін біз ол қыздың мәселесін шешу арқылы параллельно көп өзінің мәселесін шешіп алады жігіттер. Өйткені қызбен болып жатқан процесті ойлайды, ол тек қана қызға қатысты. Жоқ. Осы да мәдениеттің жоқтығынан. Неге қыздар Европаның жігіттеріне қызығады, неге түріктерге қызығып жатады, итальянецтерге қызығып жатады, соларға тұрмысқа шығыңдар, орыстың жігітіне шығыңдар деген сияқты әңгімелер айтылып жатады. Неге? Мысалға да, өйткені олар қызбен сөйлесу мәдениеті бар оларда. Иә, алдайды, сулайды, қулық қолданады, оны білемін мен, ол жағын алдап кетеді деген сияқты әңгіме көп қой, бірақ негізі олар бізге қарағанда бәрібір қыздың тілін жақсы табады. Біледі олар, қызға не айту керек, не сөйлеу керек, қай жерде істеу керек, басу керек. Осы мәдениет, бұл да мәдениет, бұл да тәртіп, бұл да әдеп. Яғни осы әдеп сақтаған кезде, ана жылы сөйлесең, жылан да ұясынан шығады дейді ғой. Яғни олар жылы сөйлеп, қыздың көңілін тауып алады бізге қарағанда. Біздің жігіттерге бұл мәдениет әлі толық жете қойған жоқ. Біздің жігіттер ол қызбен қалай сөйлесу керек, қалай ұстау керек, оны көбісі біле бермейді. Білдім деп те ойлайды көбісі, бірақ соның өзінде де көзге көрінетін қателіктер жіберіп жатады. Енді біз 6 жыл, уже 7-ші жыл осы сұрақтармен айналысып жүргеннен кейін, біз уже жігітпен бір сөйлескен кезде, бір консультацияда уже примерно оның деңгейін, қай жерге бара жатқанын, қай жерде құлайтынын бәрін біліп отырмыз.
бірінші мәселе да. Екінші, қызбен сөйлестім, бүйттім, сөйттім деп ана перепискасын бірдеңесін жіберген кезде уже примерно біліп тұрасың да. Болды, бұл уже тірелді, уже болашағы жоқ екен, немесе әлде болса бір шанс бар екенін біліп тұрасың. Демек, осы мәдениет қалыптаспаған кезде проблемалар болып жатыр қоғамда. Ол ата-ана жағынан да болады, ол бала жағынан да, қыз жағынан да болады. Жалпы ұлтша қоғам жағынан да мәдениеттің қалыптаспауы, осы әр нәрсенің өзінің мәдениеті бар, тәртібі бар, сол нәрсе болмағаннан кейін осындай проблемалар болып жатыр деп ойлаймын. Біз осыған арнайы бір мектеп ашсақ қалай ойлайсыңдар? Мысалы, осыған үйрететін жігіттердің жалпы мәдениетін қалыптастыратын, сол Европаның, батыстың жігіттері сияқты сымбатты киіну, өзін өзі ұстау, әдемі сөйлеу, өзін жақсы подавать ете алу, көрсете алу, осындай бір мәдениетті мектеп қалыптасса қалай деп ойлайсыздар? Мысалы, жігіттер, Европаның жігіттері сияқты, қазақтың жігіттері кем болмай тұрса, тура солар сияқты стильно киінеді, солар сияқты сөйлей алады, солар сияқты өзін ұстай алады, солар сияқты қызбен қарым-қатынас мәміле жасай алады, бала-шағамен дұрыс қарым-қатынас жасайтын мәдениет қалыптасса қалай болады деп ойлайсыздар? Осындай мектеп актуалды болар ма еді? Мейлі ол онлайн болсын, офлайн болсын, ол просто біздің идея. Бірақ бізде осыған жететіндей білім бар. Осы деңгейде көтеретіндей білім бар. Жалпы осындай мектеп актуалды болар ма еді, сұранысқа ие болар ма еді деп қалай ойлайсыздар? Сіздердің ойларыңызды білгім келеді, сол үшін сұрап жатқаным ғой. Ал енді жаңа айтқандай басындағы сұрағымыз қалай болды? Қыздар мәдениетті жігітті таңдай ма дегенде, енді осы қарасаң, жаңа айтылған тақырыптың бәріне қарасақ, демек таңдайды деген сөз, мәдениетті жігітті. Европаның жігіттеріне, басқа бір ұлттың жігітіне шығып кетіп жатады. Неге? Мысалға да, біріншіден ол енді нәпсі деген қызығушылық бар, оны ешкім бөлемейді. Екінші, көбісі ойлайды, ақша деп ойлайды да. Олар бай болғаннан кейін жоқ. Европаның жігіттері тек қана байдың жігіттері ғана шетелдің қыздарын алып жатқан жоқ қой, басқа ұлттың қыздарын тек қана, немесе басқа ұлттың қыздары тек қана бай жігіттерге ғана шығып жатқан жоқ қой. Бұл жерден фактор көп, бірақ іліп алатын нәрсе, қыздарды бүйтіп қылт еткізетін нәрсе не? Қыздың тілін таба алуда, көңілін таба алуда. Сол қызбен сөйлесу мәдениетін білгенде. Өйткені ол жылдар бойларда қалыптасып қалған нәрсе, атадан балаға беріліп, былайша айтқанда көріп өскен нәрсе. Бізде ондай мәдениет жоқ. Бізде әкеміздің өзі әйелімен дұрыс қарым-қатынас жасай алмауы мүмкін, анамызбен, немесе ағаларымыздың өзі жеңгені ұрып соғып атуы мүмкін, бүйтіп сөйлей салуы мүмкін, қызға біреу дөрекі бол деп айтады, өзіңді қойып таста дейді, біреу келеді, наоборот, қызбен сіз деп сөйлес дейді. Осының ортасын ұстай алмайды ешкім, білмейді. Не айту керек, қандай айту керек, қай свиданияда қалай істеу керек, өзіңді қай жерге апару керек, апармау керек. Жалпы қызбен сөйлесу, жүру деген нәрсе ол кайф нәрсе ғой, негізі жігіттер. Негізі дұрыс білсең, осының кайфын білсең, күшті нәрсе, ол саған ләззат беретін нәрсе. Қыздар сенің былайша айтқанда деңгейіңді көтереді, немесе сенің ашық әлсіз тұстарыңды ашып көрсете алатын нәрсе де. Бірақ соны білмеген жігіттер не істейді? Бір қызға қадалып бүкіл өмірін өткізіп жібереді, жылап жүріп, немесе бүкіл ақшасын сарп еткізеді, немесе жалпы қыз таппай жүреді, немесе жаңа діннің призмаларымен тұрып алады, сөйлесуге болмайды, харам, анау мынау деп тағы да жүріп алады, жалпы ұтылады өмірден осылай. Сол үшін осы мәдениетті бізде қалыптастыру керек. Демек, қыздар мәдениетті жігітті таңдайды ма деген кезде таңдайды. Бірақ ол қандай мәдениетті? Ол қазақи мәдениет керек бізге. Батыстың мәдениетін айтып отқан жоқпын. Қазақи мәдениетті қалыптастыру керек. Осыған бізде нақты инструменттер бар. Арнайы бұрын түсірілген курстар бар. Және енді болашақта істесек па деген жаңағы бір ойымыз бар. Осы нәрсені сіздерден қолдау күтеміз. Енді сіздер каналға жазылып, бізді қарап, осы уақытқа дейін қолдап жүргеннен кейін, әрине сіздердің ойларыңыз, сіздердің сұраныстарыңыз біз үшін әрқашанда актуалды болады. Сосын сіздермен бір ақылдасып жатқаным ғой, жігіттер қауымымен, қалай болар еді деп. Кейін сенің балаң осылай өзің сияқты қиналып жүрмесе екен деген ой болса, сен өзің бірінші мықты болу керексің қазір, чтобы сенің өзің балаңа айтатын ақылың болу үшін, көрсететін үлгің болу үшін. Немесе балаңды осындай бір ортаға қосу керексің сен, мәдениетті жігіттердің ортасына. Мәдениет деген сызылып, басы иіліп бүйтіп жүретін жігіттер емес, ол керісінше басын көтеріп жүретін мықты жігіттерді айтады. Сондай жігіттердің ортасын қалыптастырсақ деген оймен осы видеоны шығарып жатырмыз. Әрине бұл жерде бір пайда аз шығар қазір, бірақ бұл видео сіздермен ақылдасу мақсатында, сіздерден бір кеңес алу мақсатындағы видео деп ойлаймын. Ал енді мәдениетті жігітті таңдай ма деген кезде таңдайды, міндетті түрде таңдайды. Бірақ сол мәдениетті қыздар таңдайтын біліңіздер да. Мәдениетсіз қыздар бар қоғамда. Ашық сөйлесе салатын, білгенін істейтін, еркекке қарсы шығатын, мен өзім білемін деп психологияға тойып алған мәдениетсіз қыздар да бар. Олар өз мәдениетім деп ойлайды ғой негізінде, бірақ керісінше істеп жүрді. Яғни сол мәдениетсіздігінен олар қоғамға зиян келтіріп жүр, ұлтқа зиян келтіріп жүр. Бір семьяны шаңырағын шайқап жүр, қаншама жігіттердің ойын улап жүр, қаншама қыздардың тағдырына түрткі болып жүр, кері әсер етуге. Демек, осы бір мәдениетсіздікті біз ұлт болып жігіттер, намысшыл жігіттер бірге бірікпесек, мықты болмасақ, қоғам быт-шыт болады жігіттер. Еркегі мықты болмаса, ол үйдің әйелі есіреді, құтырады ғой. Тура осы сияқты сенің қарындасың есіріп жүрсе, қазір әйелің кейін есіретін болса, қазір қызың сені тыңдамайтын болса, сенің намаз оқығаныңнан, сенің бір тақуа болып жүргеніңнен, қажылыққа умраға қайта-қайта барып жүргеніңнен, немесе қырып ақша тауып жүргеніңнен дым пайда жоқ. Егер сен өзіңнің үйіңдегі адамдарға, өзіңнің үйіңдегі әлсіз әйел кісілерге ие бола алмасаң. Бұл жерде ие болу деген оны қысып ұстау емес қой. Ақылыңмен, өзіңнің мәдениетіңмен, өзіңмен қызықтыра алмасаң, олар шеттегі басқа біреуге қызығып тұратын болса, не өмірде енді? Не өмір ол? Бір әйелге ие бола алмасақ, бір қызды қарата алмасақ деген сияқты. Демек, бізде мәдениет деген қалыптаспаған. Мысалы, Кавказ елдеріндегі жігіттерді қарасаң,
енді ол жақты мен мақтап алғаным емес, жалпы просто бір мәдениетін алып қарасаң, еркек адамның орны бар да ол жақта. Бәрібір еркек адамның айтқаны ол, еркек адамды сыйлайды, еркек адамның алдында ашық-шашық қалағанын айтып еркін жүре алмайды ол жақта. Өйткені еркектер мықты. Қоғамда былайша айтқанда өздерінің Кавказ елінің қоғамын еркектер ұстап тұр. Сол еркектерге қарай әйелдер де икемденеді, соған не істейді, бойсынып тұрады. Бізде керісінше, бізде бәрі керісінше. Қазір сен аузыңды ашып бір қызға сөйлеп көрші, сотта жібереді сені, мысалға да. Сол үшін ол сөйлеудің де өзінің мәдениеті бар. Демек, мәдениет жоқ па, қоғам жоқ деген сөз. Біздің шіріп қазір іріп атқанымыз, ажырасудан Құдай сақтасын, осы жылы бірінші орынға шығып қалатын шығармыз деп жатыр ғой. Бірінші орынға шығып кетуіміз сенің де менің де бәрінің үлесі бар да. Не деген, қандай үлес дейтін болсаң, мен не істей аламын деген үлес та. Мен не қатысым бар, мен не істеймін? Шірсе шіріп кетсін, өлсе өліп кетсін, маған тимесе болды. Мен үйленіп алсам болды, мен бала шағам аман жүрсе болды. Жоқ, сен бала шағаң да сол қоғамда, сен алатын қыз да сол қоғамнан шығып жатыр. Сен де ертең сол қоғамға кіресің, жүрсің ғой сол қоғамның ішінде. Сол үшін сен одан бөлек емессің. Абай атамыз айтады ғой, бір адам заң бұзса, яғни қателессе замандастың бәрі кінәлі дейді. Замандас деген осы біз бәріміз кінәліміз соған. Көз жұмып қараған, ойланбаған, қойшы дей салған, бейғамдықпен жүре берген да. Кезінде Алаш аталарымыз оян қазақ деді ғой бізге. Найзамен түртсе де оянбайтын, не деген ұйқы, не деген бейғамсыңдар қазақ деп жылап кетті ғой сол кісілер. Сол қазақ әлі оянбай жатыр. Сол үшін біз үлкендерден үмітіміз жоқ. Мен үлкендерден, депутаттардан, министрлерден, немесе біздің ата-ананың буындарынан мен үміт күте алмаймын олардан бірдеңе өзгерте алады. Біз жастар өзгерте аламыз. Біз өкіметке қарсы шықпаймыз. Біз мемлекетке қарсы шығып бірдеңе істемейміз. Біз не істейміз? Біз мәдениетті боламыз. Мәдениетін қалыптастырамыз. Мықты болудың мәдениетін, ақылды болудың, білімді болудың, иманды болудың, мәдениетін қалыптастырамыз, әдетін қалыптастырамыз. Сол кезде ғана бізге шынымен де дұрыс қоғам ортақ қалыптасады. Бірақ оған шынымен де жан ашу керек, жігіттер, бір-бірімізге қолдау керек. Ол жайдан жай қош шыққан әңгіме, қазір не өзгерте аласың, мұндай деген жігіттер енді бұл видеоны көрмейтін де шығар, ол бұған қызық та болмайтын шығар, қош деген әңгімеде. Өйткені оның нәпсісі құл да, ол тек қана оған қызға бүйтіп айт, сөйтіп айт деген сияқты өзіне пайдасын бермесең, ол басқа ешнәрсеге қызықпайды ол. Бізге ондай жігіттер де керек емес. Бізге жан ашитын, қызығатын, ойланатын, басында сұрағы бар, ойы бар, көңілі кішкене елге жан ашитын, мен не істеп жүрмін деп ойланып жүрген жігіттер керек. Сол үшін осындай жігіттер болатын болса, осы видеоны қолдап кетсін, комментарий жазсын, лайк бассын. Осы тақырыптар қызық болатын болса, бізбен жеке консультацияға келсін, сөйлессін. Жалпы өзінің ойы болатын болса, өзінің алып қосар болса, айтсын, бар екенін білдірсін. Мен кім тыңдайды, қойш, не шаруамыз бар, біз не өзгерте аламыз деп, мәдениетсіздікке, тәртіпсіздікке, әдепсіздікке салып қоймасын жігіттер. Сол үшін қыздар мәдениетті жігіттерді жақсы көреді. Мәдениетті қыздар. Сол мәдениетті қыздар мен мәдениетті жігіттердің ортасын қалыптастыру мақсатында осындай видео, кеңес, ақыл сіздерден сұрап отқан жайым бар. Сол үшін видеоны қолдап, каналға лайк басып, тіркеліп, астына реквизит қалдырып кетеміз. Осы каналға қолдаймын, осы камера әперейінші, осы бір студияда түссінші, осы каналдың бір еңсесі сәл көтерілсінші десе, оған да реквизит қалдырып қоямыз. Сол нөмерге кімнің шандай шамасы бар, сонты беріп кетсін, тастап кетсін. Ол қайыртілеу немесе бір тиктокқа шығып стримде отыру деген мәселе емес қой ол. Көңілің ауып тұр сенің, қалап тұрсың, көмек бергің келсе, пожалуйста, оның несі айып? Несі айып? Ол маған берген 5-10 теңге маған артық болмайды ол, көмек болмаса, мысалға да. Маған демеу болмаса, ол кем болмайды. Сол үшін бұл да бір мәдениеттің түрі, қолдаудың. Сол жігіттер айтарым. Қолдап кетіңдер, лайк басып кетіңдер. Біз сендердің лайктарыңнан әсерленеміз, соған артық видео тағы да шығарамыз, пайдалы видеолар шығарамыз. Қош сау болыңдар.